жастардың барлық санатын қолдауға арналған әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек. Жастардың қолында атты халықаралық жастар форумы өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев республикада жастарды қолдауға арналған жас кәсіпкер жастардың бизнес бастамаларын дамыту бағдарламасы жүзеге асырылды. Болашақ білімді жастар қолында. Егер мен Қазақстан президенті болсам, жас ұрпаққа жаңа талаптар, жарқын болашақ және еліміздің өркендеуіне үлес қосар едім. Егер мен президент болатын болсам, ағылшын мектептерінің программасын біздің мектепке кірістірер едім. Және де біздің дарынды балалар шетелдік мектептерге барып, бір апта немесе 2 апта сонда білім алуға мүмкіндіктер болатын еді. Егер мен Қазақстан президенті болсам, балдарды жарыстарға қатыстырып, өзім елімді бірінші орында ұстар едім. Егер мен Қазақстан президенті болсам, Оралды Қазақстанның астанасы етіп қояр едім. Если бы я была президентом Казахстана, то для нашей школы я бы купила новое оборудование и школьные предметы для их использования. И также бы придумала разные мероприятия, чтобы школьникам все нравилось. Если я был бы президентом Казахстана, я бы улучшил экономику страны. Егер мен Қазақстан Республикасының президенті болатын болсам, онда жемқорлыққа қарсы күресу бірлестігіне қол ұшымды беретін едім. Егер мен Қазақстанның президенті болсам, балалардың спортқа деген қызығушылығын артатын көптеген секциялар енгізер едім. Егер мен Қазақстан президенті болсам, Оралды Қазақстан астанасы етіп, Қазақстан ұлттық валютасының бетіне ақын ғұламалардың суретін жариялайтын едім. Если бы я была президентом страны, я бы прислушалась к мнению народа и сделала бы все, чтобы наша страна процветала. Егер мен Қазақстанның президенті болсам, әлемге әйгілі білім орда мектебін ашатын едім. Егер де мен Қазақстан Республикасының президенті болсам, еліміздің медицинасы мен білім сапасын жақсартып, қарттар үйі мен жетімдер үйін жабуға тырысар едім. Если бы я был президентом Казахстана, я бы улучшил социальную жизнь каждого человека. Если бы я был президентом Казахстана, я сделал, чтобы моя страна процветала. Егер мен Қазақстанның президенті болсам, онда Қазақстандағы барлық ауруханаларға қажетті құрал жабдықтар алып берер едім. Егер мен Қазақстанның президенті болсам, онда қазіргі экологиялық мәселелерді шешуге тырысатын едім, және солардың болмауын қадағалайтын едім. Егер мен Қазақстан Республикасының президенті болсам, онда мен арнайы бизнес мектептер ашып, барлық адамдарды 100% жұмыспен қамтыр едім. Егер мен Қазақстан Республикасының президенті болсам, парақорлыққа қарсы күрестен Қазақстан мемлекетін ең бірінші орынға жеткізер едім. Егер мен Қазақстан президенті болсам, мен Қазақстандағы барлық ауылдық жерлердегі білім саласын дамытар едім. Егер де мен Қазақстан президенті болсам, Қазақстанды көркейтіп дамытар едім. Қазақстандағы үйсіз адамдарды баспанамен қамтамасыз етер едім. Қазақстандағы тұрғындардың жарқын болашаққа деген үмітін ақтар едім.